Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай жүрек формасындағы медовый тортын жасап көрсететін боламын. Медовыйдың қамырын жасап алу үшін бізге осы ингредиенттер қажет болады. Барлығының граммын видеоның астына жазып кетемін. Келесі кезекте сары май, бал және қант үшеуін водяной баняда ерітіп аламыз. Менікі еріп шықты толықтай үшеуі. Енді осының үстінен сода қосып, араластырып, қайтадан водяной баняға қойып, көпіргенге дейін араластырамын. Менікі водяной банядан көпіріп шықты. Енді бұны холодильникке 10-15 минутқа қойып қоям. Жаңағы дайындаған массамыз суығанша 3 жұмыртқаны жарып, миксермен жақсылап араластырып, сол массамызға қосатын боламыз. Алғаш жасаған массамды тоңазытқыштан алып шықтым. Енді осыны жаңағы жарған 3 жұмыртқама араластырамын. Жақсылап араластырып, үстінен ұн қосамыз. Ұнды 500-600 грамм шамасында қамыр күйге айналғанға дейін қосамыз. Менде осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осыны 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоям, бетін жауып. Дайын болған қамырды тоңазытқыштан алып шықтым. 3 бөлікке бөліп жаятын боламын. Алдымен силиконовый коврикке жайсақ та болады, немесе пергаментке жайсақ та болады. Мен сіздерге екі жолында көрсететін боламын. Қамырды өзіңіз қалаған формаға дейін жайып, үстіне жүрек формасындағы трафаретті қойып, шет-шетінен басып қырқып шығамын. Қамырды бірінші жолы силиконовый коврикке жайдық, ал енді пергаментке қалай жаю керектігінде көрсетіп кетемін. Жай ғана ұн сеуіп, үстінен силиконовый оқтауменен жайып шығамыз. Тура солай жүректің трафаретін қойып, шет-шетін кесіп алып, 180 градуста 10-15 минут уақытында пісіріп аламыз. Артылған қамыр болса, оны жайып, осындай формалардың көмегіменен әртүрлі печеньелер жасап, оны торттың бетіне декорға қолдануға болады. Он 15 минут шамасында жүрек формасындағы корждарым осылай пісіп шықты. Және торттың бетіне қолдануға арналған печеньелеріміз пісіп шықты. Енді кремін дайындайтын болсақ, менде мұнда 300 грамм крем-чиз, 150 грамм қант және 300 грамм сливки қосатын болам. Барлығын бірге қоюланғанға дейін араластырып қолданамыз. Менде осылай крем қою болып шықты. Енді осыны кондитерский мешокқа саламын. Мешоктың басында менде насадка. Видеода көрсетілгенде етіп, торттың бетіне бір келкі құйып шығамын. Осылай тортты құрастырдым. Енді торттың бетін кез келген печеньемен, фруктымен өзіңіздің қалауыңыз бойынша оформление жасай бересіз. Менде қазір безе және клубника, изжималина және бетіне нетающий сахарный пудра сеуіп, осылай оформление жасадым. Осымен біздің тортымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.